Армысыздар, құрметті көрермендер, әріптестер, құрметті бақ өкілдері. Шымкент қаласының бас медиа алаңы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциясында талқыланатын тақырып Шымкент қаласында кәсіпкерлік, индустриялық, инновациялық, өнеркәсіп, инвестициялар, сауда саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі жұмыстар мен жетістіктер және алдағы жоспарлар туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі медиа алаңымыздың қонағы Тұрманов Ермек Полатұлы, кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқарма басшысының орынбасары. Ермек Полатұлы, қош келдіңіз. Сөз өзіңізге беріледі. Мархабат. Сәлеметсіздер ме, құрметті журналист қауым. Енді жалпы Шымкент қаласының кәсіпкерлік индустриялық инновациялық даму басқармасына биылғы жылға бекітілген негізгі индикаторларымыз бар. Бұл 7 индикатордан тұрады. Бұдан бөлек қосымша бөлек индикаторларымыз бар. Бұл қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін беретін индикаторлар. Енді қысқаша тоқталып өтейін. Енді ең басты ішіндегі маңыздысын айтып өтейік. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемін арттыру. Енді биылғы жылы бізде жоспар бойынша 825 миллиард теңге қойылған, бірақ алайда былтырғы жылы бізде 919 миллиард теңге болған. Енді бұл біз жыл сайын өңдеу өнеркәсібіндегі шығатын өнімдердің артуына байланысты бұл алдын 2021 жылы қойылған индикатор болатын. Енді биылғы жылы біз өңдеу өнеркәсібінде шамамен триллион теңгеге өнім шығаруды күтудеміз. 3 айдың қорытындысы бойынша 206 миллиард теңге өнім өндірілді. Бізде енді жалпы кіші орта ірі кәсіпорындардан 885 бірлікті құрайды. Оның ішінде ең ірілері 20 кәсіпорын, 49 кәсіпорын орта, қалғандары кіші кәсіпорындар. Одан бөлек негізгі капиталға салынған инвестициялар 2019 жылмен салыстырғанда пайыздық өлшемін кемінде осы биылғы жылға 275 пайызға дейін арттыру көзделген. Қазіргі 3 айдың қорытындысы бойынша 258 пайызды құрады. Одан бөлек дәрі дәрмек заттарын шығару, медициналық бұйымдар шығару бойынша да индикаторымыз бар. Биылғы жылы бір кәсіпорын іске қосу жоспарланған. Осы уақытқа өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласында осы Қазақстан Республика бойынша ірі фармацевтика саласындағы кәсіпорын жұмыс істейді, Химфарм. Соның базасында сонымен қатар біздегі тастай индустриялық аймақтарында дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды шығаратын кәсіпорындар құрылған. Ол соңғы кезде 2016 жылдан бері жақсы дамып келеді. Ол Марай компаниясы, Экофарм компаниясы, Green Gross, Экофарм International, осыдан былтырғы жылы Өзбекстан инвесторының қатысуымен іске қосылған Дентафил компаниясы. Одан бөлек бұл Дентафил компаниясы қосымша екінші жобасын бастап өтті. Бұл да бұл медициналық дәрі-дәрмек саласындағы өндіріс болып саналады. Келесі экономикадағы орта кәсіпкерлердің үлесі енді биылғы жылға 15% бекітілген. Бұл индикатор жылдық кешігіп шығатын 90 сайын шығатын болғандықтан бұның нәтижесі енді келесі айда күтіледі. Келесі ай жалпы айтып өткен өңдеу және өнеркәсіп саласы. Өнеркәсіп саласына былтырғы жылы бізде 1 триллион теңгеге өнім өндірілсе, биылғы жылы 1,1 триллион теңгеге өнім шығару жоспарланған. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде 825 миллиард. Келесі. Негізгі бағыттардың бірі басқарманың бұл инвестиция тарту. Инвестицияда тартуда жылғы соңғы 5 жылда Шымкент қаласында қарқынды дамып өседі. Яғни 2,7 есе 2019 жылмен салыстырғанда инвестиция өскен, 3 есе шамасында. Мысалы айта кететін болса, Шымкент қаласы республикалық статусы алғалы бері бізде 2019 жылы 195 миллиард теңге инвестиция тартылса, былтырғы жылдың өзінде 724,3 миллиард теңге инвестиция тартылған. Биылғы жылғы меже 928,7 миллиард теңге тарту жоспарлануда. Оның 3 айдың қорытындысы бойынша 98,8 миллиард теңге
тартылып, былтырғы жылмен салыстырғанда сәйкес кезеңімен 110-да 9% құрады. Бұл негізінен біздегі бұл инвестициялардың құрылымы бар. Бұл шағын және орта бизнес саласындағы нысандар, коммерциялық тұрғын үйлер, индустриялық аймақтарда, өндірістік аймақтарда құрылып жатқан инвестициялық жобалар, индустриялық жобалар. Одан бөлек туризм, көлік, білім саласындағы басқа жобаларымыз бар. Келесі слайдқа. Енді индикаторды орындау үшін бізде әр ай сайын өзіміз бекітілген жоспар құрып қойғанбыз, осы жоспармен келе жатырмыз. Келесі айға. Жалпы 2024-2028 жылдар аралығында бізде жалпы инвестициялық жобалардың пулын қалыптастырғанбыз. Ол 219 инвестициялық жобадан тұрады. Жалпы құны 1,7 триллион теңге құрайды. Бұл жобалар аясында 31 мың жұмыс орындарын құру жоспарланған. Биылғы жылы 262 миллиард теңгеге 64 инвестициялық жобаларды іске қосу жоспарлануда. Жалпы инвестициялық жобаларымыз ең басымы өнеркәсіп саласында, ауыл шаруашылығы бар, денсаулық, сауда, көлік және басқа салалардан қамтиды. Келесі слайд. Одан бөлек өңдеу өнеркәсібі саласындағы негізгі инвестициялық жобаларымыз 114 жобаны құрайды. Оның жалпы сомасы 532 миллиард теңге. Бұл өнеркәсіптің әртүрлі салаларынан құралған. Құрылыс, ағаш, жеңіл өнеркәсіп, машина жасау. Өздеріңіз білесіздер, бізде жеңіл өнеркәсібін дамыту мақсатында арнайы экономикалық аймағы құрылған. Жалпы аумағы 200 гектар құрайды. Қазіргі таңда толымдылығы 85-90% құрап отыр. Жобалар көптеп салынып, осы соңғы 5 жылдың ішінде көптеген жобалар іске қосылды. Көптеген жобалар құрылысын бастап өтті. Бұл 114 жобаны жыл сайын бөлгенде 2024 жылға, биылғы жылға 16 жобамыз бар, 88,5 миллиард теңге. Келесі слайдқа. Келесі. Жалпы биылғы іске асырылып жатқан жобаларымыз, бұның ең ішінде бізде орталық Азияда керамикалық тақталар өндірісінде ең ірі жобамыз Ваншен компаниясы, Қытай инвесторымен бірге жүзеге асырылып жатқан. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары шамамен 80% аяқталды. Кейбір қондырғылар орнатылған. Биылғы жылы жыл соңына дейін толық іске қосылуы жоспарлануда. Бұл мақсатта біз Жұлдыз индустриялық аймағынан мемлекет тарапынан жер учаскесі бөлінді, қажетті инфрақұрылымдар тартылды. Екінші, Coca-Cola компаниясы, бұл трансұлттық компания, шамамен 90-95%дай құрылыс жұмыстары аяқталды, толығымен ішінара қондырғылар орнатылған. Осы сәуір айының соңына дейін өздеріңіз білесіздер, Фюсти дейтін чайда сол линияны желісін іске қосатын болады. Әрі қарай маусым айында Coca-Cola'ны өзін шығаруға жоспарланып отыр. Бұл мақсатты біз көлік логистикалық аймағына жер учаскесін бөлгенбіз былтырғы жылы. Былтырғы жылы бұл компания наурыз айында құрылыстары жұмыстарын бастады. Биылғы жылы сәуір айына дейін аяқтап бітті. Яғни бір жылдың ішінде тез қарқынды салып келді. Одан бөлек ресейлік компанияның қатысуымен ДСК-17 деген компания бар. Бұл тұрғын үй құрылысы комбинаты. Бұл қалада соңғы жылдары құрылыс қарқынды дамып келеді. Соған байланысты бұл компаниялар өзінің зауытын осы Жұлдыз индустриялық аймағында орнатып салуда шамамен 50% аяқталды. Бұл компания ерекшелігі ДСК деп айтамыз, яғни тұрғын үй комбинаты. Бір күнде 3 қабатты көтеріп тастауға қауқарлар жетеді. Яғни қазіргі бұрынғы стандартпен қарағанда бір күнде, 2 күнде 1 қабатты көтеріп жатса, бұл бір күнде 3 қабат көтере алады. Одан бөлек жеңіл өнеркәсіп саласында бізде шұлық өндірісі, өздеріңіз білесіздер, Алембета деген компания бар. Соның екінші жобасы, бұл да ірі жоба, 6,5 миллиард теңгені құрайды. Құрылыс жұмыстарын бастады.
шамамен 40-45%-ға дейін аяқталған. Биылғы жылы толығымен іске қосуды жоспарлап отыр. Бұнда әлем БТ компаниясындағы шұлық өнімдерінен бөлек қосымша ассортименттері көбейген. Жалпы ішкі нарықта да, сыртқы нарыққа да шығаруға жоспарлап отыр. Одан бөлек бетон, газоблок өндірісінде Сауран Брикс компаниясы бар. Темір бетон бұйымдары өндірісі. Одан бөлек химия саласында Гидроген Energy компания бар. Сутегі пероксидін шығарады. Бұл СЭЗ, арнайы экономикалық аймақта орналасқан. Құрылыс жұмыстарын енді бастады. Қондырғыларын алып келінген ішінара. Одан бөлек Ресей компаниясынан келген тоқыма емес бұйымдар шығаратын өндірісінде Марви компаниясы бар. Бұл 35-40% құрылыс жұмыстарын аяқталған. Келесі жылға дейін толығымен аяқтауды жоспарлап отыр. Келесі слайд. Одан бөлек сол таптағы орта кәсіпорындар биыл құрылыс жұмыстарын бітіріп іске қосуды аяқтайтын. Келесі слайд. Жалпы енді 2027-2028 жылға дейін ірі жобаларды да қамтып өттік. Мынау слайдта көрсетілген. Оның ірісі жалпы біреуін атап өтсем, бұл түрік компаниясының қатысуымен жылыжай кешенін салуда Алярка компаниясы бар. Жалпы 500 гектарға жылыжай кешенін салуды жоспарлап отыр. Жалпы инвестиция суммасы 300 миллиард теңгеден асады. Биылғы жылдың өзінде бұл компания 100 гектар аумақты толығымен игеріп, жыл соңына дейін жылыжай құрылысын бастап аяқтауды жоспарлап отыр. Бұл мақсатта біз Бозарық индустриялық аймағының маңынан 215 гектар жер ұсындық. Қазір инвестор тарапынан құрылыс жұмыстарын бастау бойынша, жерді рәсімдеу бойынша, сонымен қатар қажетті өзіне ПСД дейміз, проектный сметная документация бәрін дайындап отыр. Келесі. Өзіміздегі қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған өндірістік алаңдарымыз бар. Бұл 5 өндірістік алаң. Бұл оңтүстік арнайы экономикалық аймағы, Тассай оңтүстік индустриялық аймақтары және жеке Ордабасы жеке индустриялық аймағы бар. Бұрынғы шина заводы айтамыз, соның орнында құрылған. Одан бөлек сауда-логистикалық аймағы. Жалпы бұл аймақтардың аумағы 869 гектарды құрайды. Бұнда 287 жоба іске асырылған. Келесі слайдқа. Бұл аймақтардың жалпы толымдылығы 90% болғандықтан біз жаңа қосымша өндірістік алаңдарды салуды, құруды бастап кеттік. Бұл біздегі Жұлдыз индустрия аймағы, Бозарық, оңтүстік аймағы жаңа айтып өткендей қосымша 175 гектарға дейін ұлғайту бойынша шешім қабылданды. Бұл бойынша жер учаскесі анықталған. Қазіргі таңда тиісті министрліктермен жұмыстар жүргізілуде. Одан бөлек Жұлдыз индустрия аймағымыздың өзі де тез толуына байланысты қосымша ұлғайту мақсатында, кеңейту мақсатында жер учаскесін анықтап қойдық. 155 гектар құрайды. Келесі. Жалпы енді шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда атқарылып жатқан жұмыстар айтып өтейін. Енді бізде жалпы Шымкент қаласында биылғы жылы 3 айдың қорытындысы бойынша 130 мың шағын және орта кәсіпкер субъектілері тіркелген. Бұнда 227,5 мың жұмыс орындары құрылған, қамтылған. Өндірген өнім көлемі 1,8 триллионды құрайды. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі 2023 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 49,2% құрайды. Яғни бұл статистикалық ақпарат 90-ға кешігіп шығуына байланысты соңғы мәлімет осы болып тұр. Келесі слайдқа. Жалпы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында бізде мемлекет тарапынан биылға 2024 жылға 21 миллиард теңге қаржы бөлінген. Ол 4793 жобаны қолдауға жетеді.
бұл біздегі бұл мемлекеттік бағдарлама шеңбері бар. Бірыңғай кешенді бағдарлама, екіншісі өзіміздің өңірлік іскер қала бағдарламасы аясында. Жалпы 2024 жылдың 3 айының қорытындысы бойынша 6,5 миллиард теңгеге 2458 жоба қолдау көрсетілді. Келесі. Өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласында бөлшек салық мөлшерлемесін төмендету бойынша шешім қабылданған. Бұл шағын кәсіпкерліктерді дамыту, салықтық төлемдерін ұлғайту, сонымен қатар олардың ашық жұмыс істеуіне байланысты осындай шешім қабылданды. Бұл бұрынғы мысалы бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданылады. Бұл кәсіпорында 200-ге дейін жұмысшылар саны аспау керек. Одан бөлек айналым қаражаты 600 мың айлық есеп көрсеткішінен аспау керек. Бұл қандай қызмет түрлері кіреді дегенде, бұл мемлекет, үкімет анықтаған, айқындалған қызмет түрлері бар, соған жату керек. Яғни бұл 364 қызмет түрі бар. Бұл ОКЭД деп айтамыз. ОКЭД ол осының 364 қызмет түрінің ішіне кіру керек. Яғни бұл жеңілдікті пайдалану үшін. Бұл дегеніміз 4%-дан 2%-ға дейін төмендету болып саналады. Жалпы Шымкент қаласында 130 мың шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер тіркелген болса, бұл қызмет түріне жататын 90 мыңы ғана. Яғни 90 мың кәсіпкер осы жеңілдетілген салықты, бөлшек салығын қолданылады. Келесі. Жалпы енді сауда саласын дамыту бойынша бізде өзіміз индикаторымыз бекітілген. Жалпы сауда көлемі бізде Шымкент қаласында 2023 жылы 2,5 триллионды құраса, 2024 жылдың 3 айының қорытындысы бойынша 442 миллиардты құрайды. Оның ішінде бөлшек сауда көлемі 3 айдың қорытындысы бойынша 191,6 миллиард теңгені құрайды. Жалпы осы. Рахмет Ермек Болатұлы. Әріптестер, сұрақ-жауап кезегіне өтеміз. Сұрақтарыңыз болса. Мархабат, алдарыңызда микрофон бар. Егемен Қазақстан, Әнуар Жұмашбаев, микрофон жеткізіп берсеңіздер. Шымкент қаласы негізінен бізде, өздеріңіз білесіздер, кеңес одағы кезінен бізде өндірістік ошақтар көп болған. Солардың базасы аясында бізде өндіріске қажетті инженерлік инфрақұрылымдарының болуына байланысты кез келген инвестор өндіріс ошақтарын ашуда ең бірінші инженерлік инфрақұрылымға тәуелді болады. Электроэнергия, су, газ, сол сияқты оған ол қолжетімді болғандықтан, одан бөлек біздегі өндірістік алаңдардың көптеп салынуы, одан бөлек арнайы экономикалық аймақтың салықтық жеңілдіктерін пайдалану, одан бөлек индустриялық аймақтарда жер учаскелерін мемлекет тарапынан дайын инфрақұрылыммен ұсынылады. Ол да үлкен көмек. Жалпы енді Шымкент қаласының кадровый потенциал дейміз ғой, жұмыс күшінің болуына байланысты, осының бәрі осы инвестор үшін қызық. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бағытында мемлекеттік бағдарлама бар. Жаңа айтып өттім. Бұл бізде 5 жылға дейін 3,5 миллиард теңгеге дейін жеңілдетілген несие беріледі. Яғни бірінші жыл мен үшінші жыл арасында 8% жылдық үстемесі, 4-ші жылы 9%, 5-ші жылы 10%. Бұл мемлекеттік бағдарлама. Одан бөлек біздегі өңірлік бағдарламамыз бар. Іскер қала бағдарламасы. Бұл бұрынғы тоқтап тұрған зауыттардың орнынан өндірістік парктерді құрғанбыз. Сол өндірістік парктерді, өндірістік алаңдарды алғандағы жалдау ақысын мемлекет тарапынан өтеп беру. Яғни бірінші жылы 75, екінші жылы 50, үшінші жылы 25%-ға дейін. Бұл шағын кәсіпкердің аяққа тұрып, ары қарай жұмыс істеп кетуіне көмегін тигізеді.
Тағы да сауалдарыңыз бар ма, әріптестер? Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Ермек Болатұлы, бүгінгі баспасөз алаңына келгеніңізге рахмет. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Аман сау болыңыздар.